Армысыздар, құрметті оқырмандар. Өлеңді ауылдық кітапханасы назарларыңызға әйгілі әнші Роза Бағланованың 110 жасқа толуына орай «Ақмаңдайлымды әуелеткен Роза» атты музыкалық калейдоскопты ұсынады. Күміс көмей әнші, халық қаһарманы, Тарлан сыйлығының иегері, шетелдіктердің өзі қазақтың қызғалдақ гүліне теңеген ерекше жаратылыстағы сұлу Роза Бағланова 1922 жылдың 1 қаңтарында Қызылорда облысы Қазалы қаласында дүниеге келген. Бұрынғы кеңес өкіметінің халыққа жасаған бүкіл қиянаты жап-жас Розаның басынан өткен. Азамат соғысы, жетім қалу, ашаршылық, халық жауы, босқыншылық, отан соғысының қан майданы. Барлығы да. 1941 жылы Қызылорда педагогикалық институтын бітіріп, өнер жолын Ташкент филармониясының ән-би ансамблінде әнші болып бастады. Жасы 18-ден жаңа асқан сүйкімді жас Өзбекстаннан қан майданның ең алдыңғы шебіне концерт қоюға аттанған қыз-келіншектер ансамблінің құрамында соғысқа кетті. Әншілік, артистік жолы осылай басталды. Сөйтіп, Роза Бағланова 1945 жылғы 9 мамырда Берлинде болған жеңіс концертіне қатысады. Роза Бағланова 2011 жылы 8 қаңтарда Алматы қаласында 89 жасында дүниеден өтті. Әншінің орындауындағы Абайдың «Жесіз түнде жарық-ай», композитор Төлебаевтың ақын өлеңіне жазған «Қақтаған ақ күмістей кен маңдайлы», Мұхамеджановтың «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, қиыстырып мақтайсыз» әндері қазақ радиосының қорында сақтаулы. Оның орындауындағы әндер бірнеше рет күйтабаққа жазылып, қазақ музыка мәдениетінің алтын қорына қосылған. 1946 жылы Мәскеуде өткен бүкілодақтық эстрада әншілері 2 конкурсының дипломанты, 1949 жылы Бухарестте өткен бүкіл дүниежүзілік жастар мен студенттердің 2 фестивалінің лауреаты атанды. Роза Бағланова Ленин, еңбек қызыл ту, халықтар достығы, құрмет белгісі және отан ордендерімен, жауынгерлік ерлігі үшін және басқа ондаған медальдармен марапатталған. Атағы жер жүзіне таралған қазақ әншісінің үні бүгінгі 21 ғасырда әрбір қазақ шаңырағында шамшырақ болып жайнайды.